Туған күніңменен, туған күніңмен Айсұлу, туған күніңменен. Рахмет. Қане, 1-2-3 дегеннен кейін шамды өшіре. Қане, 1-2-3. Ай, жарайсың. Бүгін Айсұлудың туған күні. Айсұлудың туған күнімен қоса, мемлекеттің де туған күні. Бүгін тәуелсіздік күні. Айсұлу, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, аспанымыз ашық болсын. Осы ашық аспанның астында ойнап күліп бақытты болып жүре бер алтыным. Рахмет. Айсұлу, осы келіп жеткен туған күнің құтты болсын. Қарындасым бақытты бол. Саған бар жақсылықты тілеймін. Рахмет. Ой, жандарым, алтындарым сол. Ата-аналарың тірі болғанда осы бақытты сәттеріңді көретін еді. Иә, көретін еді. Аға, сізге үлкен рахмет. Әкенің орнына әке болып, ананың орнына ана болып, олардың жоқтығын білдіртпей келесіз. Жандарым, сендерге рахмет. Мен сендерді қатты жақсы көрем ғой. Сендерден басқа менің кімім бар айтыңдаршы? Ағаларым менің, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ей, жаным сол. Естерінде болсын, отан отбасынан басталады. Отбасы – ол кішкентай мемлекет. Осы отбасы тату болса, елімізде тату болады. Ал бұл отбасы – кішкентай мемлекет. Бұл мемлекетте президент мен болам. Сен екеуің халықсыңдар. Аға, мен президент болам. Жоқ, мен болам. Жоқ, мен болам. Мен болам. Болды. Айсұлу президент болсын. Бүгін оның туған күні ғой. Жарайды. Ондай болса, менің бұйрығымды тыңдаңдар. Бәріміз тортпен шай ішейік. Құп болады, президент ханым. Кеттік жүріңдер. О, ассалаумағалейкум. Қалай сержан? Жақсы. Жатам. Тапсырмалар не болып отыр? Тапсырмалар болып отыр, уайымдамасай братан. Жігіттер ше дайын ба? Жігіттер, конечно, дайын. Күнде үгіт насихат жасап жатырмыз ғой. Құлақтарынан теуіп, прикинь, үкімет жаман дейсің ғой. Сенеді ғой. Кетеді ғой ары. Психотроп сусындар ше? Сусындар дайын. Олар біз су жинақтардың ішіне қосып отырық. Сосын сол су жинақтарды аламыз, соларға береміз. Оны ішкеннен кейін олар қуат. Дұрыс. Арман оларды қырықтың ба? Қырықтым. Гаражда дайындап қойдым. Ешкім көрмейтін жерге бір бұрышқа қойып қойдым. Сержан, енді мен мұқият тыңда. Ертең халық бейбіт шеруге шығады. Олардың ойларында ештеңе жоқ. Сен жігіттермен әр топқа бөлініп, халықтың арасына кіріп кетесіңдер. Жоспар бойынша психотропты сусындарды халыққа таратып бересіңдер, алдап, арбап. Одан кейін машинаның багажіндегі арматура, жарылғыш бұтыларды халыққа таратып бересіңдер. Содан соң полиция әкімшілік ғимараттарына бет алыңдар. Жолда кездескен магазин, ресторан, супермаркет барлығын тонаңдар, қиратыңдар, аямаңдар. Халыққа бір бастап бересіңдағы, өзің шетке шығып барлығын сырттан бақылап қарап тұр. Түсіндің ба? Түсіндім, братан. Мен күтіп жүрген осы ғой. Айтпақшан ау. Жұмысында еркін деген жігіт қандай өзі? Сенесің оған? Маған что-то ұнамады. Сенімді жігіт. Не переживай, братан. Расслабься. Бауырым, бәрі нормально, жоспар бойынша. Не алаңдай бересің, қайта-қайта түсіндіре бересің. Түсіндім ғой? Болды онда. Айтпақшы. Мен жұмысқа кешік бара жатырмын, уақыт болып қап. Барайын. Жақсы, ертең ұмытпа. Конечно. Мұқият бол. Сен уайымдай бермеші. Бәрі жоспар бойынша келе жатыр. Давай. Болды. Ай, ақмақтар, ай. Ақмақтар. Қайда тартсақ, сонда кете бересіңдер. Білмейсіңдер ғой ертең не күтіп тұрған алдарында. Жатам, бауырым. Өткендегі жоспарға дайынсың ба? Иә, дайынмын ғой. Айтпақшы, не істейміз оны? Не істегенде ертең. Бейбіт шеру болады. Соған алаңға шығамыз. Өкіметке өзіміздің наразылығымызды айтамыз. Бауырым, білесің ғой, қазір бәрі қымбат. Дүкенге бар, магазинге бар, базарға бар, бәрі қымбат қой. Шынымен бәрі қымбат. Газ, май, тіптен... Газды айтсың сен, газ қымбат.
Көлік тастап бүгін жаяу шыққасың ба? Көрдің бе, уже сен жаяу жүрсің. Бауырым, кейде мен осы өкімет түсінбеймін ше. Бәрі қымбаттап отыр, қайда қарап отыр. Мысалы, газ бен май қымбаттаса, бәрі қымбаттап кетеді ғой. Соны неге ойламайды? Қысқасы ертең барайық алаңға. Жарай ма? Барғанда қаншаларда қайтамыз? Елі бала шаға бар дегендей. Примерно бір сағат, бір жарты сағат, бір сағат жүріп қайтамыз ғой. Улап-шулап, сол жерде ойымызды айтып. Қаншаларда енді сағат? Примерно кешкі сағат 7-лерде. 7-лерде. Бауырым, қарашы маған сен уайымдамашы, бәрі бейбіт жүру ғой бұл. Қорқып тұрсың ба бір? Уайымдап тұрған жоқ. Ертең барамыз, жарай ма? Болды. Давай. Ал жігіттер, алаңға тез жетейік. Өлеңімізді айтып, ешқандай бұзықшылық жасамай, бейбіт жүру ғой бұл. Алаңға шығып, үкіметке өз наразылығымызды айтайық. Бейбіт жүру ғой. Ошын, көп соза бермей, қысқасы тез барайықшы. Қазір мен онда киімді ауыстырып шығайын. Киім? Давай. Айтпақшы еркін, сен жаңа құрт жеген жоқсың ба, шөлдеп қойған шығарсың, сусын ішіп алсай. Шөлдің қанат. Қазір мен жігіттер, тұрыңдар. Тез шық. Айсұлу, тамағың іштің ба? Иә, іштім. Қуаныш қайда? Сыртқа шығып кеткен, қазір келеді. Сержан, мына жігітке мен сенбеймін. Сенімді ғой? Жарайды, қазір келгеннен кейін жаңа уы соған судан тағы да бер. Ес ауызсын. Содан кейін оған барлығын жүктеп қой. Өзің сырттан бақылап қарап тұр. Ұсталса өзі ұсталсын. Біздің орнымызға осы сотталсын. Сонда айран ішкендер құтылып кетеді дейсің ба? Дәл солай. Бауырым, бірақ бұл жігіт екі жетім баланы асырайды ғой, бауырым. Сержан, қазір біреуге біреу жаны жететін заман емес. Бізге главный тапсырманы орындау керек. Түсіндің ме? Обал болмай ма? Ешқандай обал жоқ. Сонда да бір жарайды. Ақыры бастатып па барайық соңына дейін. Қой. Күте тұрайық, қазір шығып қалатын жер. Не алды зоныш? Шықпай кетті ғой. Что-то бұндай жоқ өтті ма? Кеш шығатын еді ғой, сонда көрші. Кешікті ғой. Телефон өшік. Не дейді? Өшік тұр телефон. Айттым ғой мен саған, Сержан. Басында айттым. Сенбеймін бұл жігітке деп. Бұндай жоқ өт, қайдан білейін бұндайын? Бірінші рет болып тұр бұндай. Басқа жігіттер дайын ба? Дайын басқа ғой, Кетті оны сояға. Уақыт жолып бек. Орын машынан. Давай. Бәрі қалғандары. Олардың заттары бар. Қуаныш? Аға, ешқайда бармаңызшы, өтінем, үйде болыңызшы. Мен қазір сыртта ағаларыңа жолығып келем. Жарай ма? Бұны ішмеңіз, бұның ішіне у қосқан. Мен бұны төгіп жіберейін. Қуаныш, түсінбедім, қандай уды айтып тұрсың, Қуаныш? Ағатай, үнемі айтасыз ғой, отан отбасыдан басталады. Біз мемлекет ішінде, кіші мемлекетпіз деп, мен президентпін, ал Айсұлу екеуің халықсыңдар дейсіз. Айтыңызшы, біз Айсұлу екеуіміз сізге қашан қарсы шықтық? Қашан тіліңізді алмадық? Біз сізге қарсы шығалмаймыз ғой. Себебі сіз бізді киіндіресіз, сабаққа жібересіз, үйдің тыныштығын қадағалайсыз. Сол секілді еліміз тыныш қой, соғыс жоқ қой. Ал бұл қиындық уақытша. Түсінсем бұйырмас, Қуаныш, не айтып тұрсың сен? Ағатай, сіз болмасаңыз бізді кім асырайды? Мен бәрін білдім, бәрін естідім.
Олар сізді алдап түрмеге отырғызбақшы. Тоқта, кім не деді дейсің? Жаңа гараж жақта екеуінің әңгімесін тыңдап қалдым. Ағатай, айтыңызшы, президент өз халқына қастандық жасамайды ғой. Президент әрдайым өз халқымен бірге, отан отбасыдан басталады. Сіз біздің отбасымыздың президентісіз. Жарайды. Тамақтарың дайын тұр, қарындарың аш қалмасын, ішіп алыңдар. Мен қазір сыртқа шығып келем. Тез келем. Иә? Үйде болыңдар. Ағатай, сіз болмасаңыз бізді кім асырайды? Мен бәрін білдім, бәрін естідім. Олар сізді алдап түрмеге отырғызбақшы. Жаңа гараж жақта екеуінің әңгімесін тыңдап қалдым. Аға, кетпеңізші. Аға, біз сізді қатты жақсы көреміз. Ешқайда кетпеңізші, өтінем. Ағатай, біз сізді ешқайда жібермейміз. Мен де сіздерді қатты жақсы көремін. Жолдас президент, шай дайын, үйге кірейік. Кеттік, жүріңдер. Ассалаумағалейкум. Амандасып тұрмын ба саған? Сен қуасың ба? Не болған саған? Че там? Кеше қайда жүрсің? Звондасам алмайсың. Қанша рет звондапсам, сен білесің ба? Телефонын қарадым өзі. Жауап берсей? Тіліңі жұтып алғансың ба? Кімге сұрақ қойып отырмын мен? Мынауың жынды екен. Жарайды. Мынау саған iPhone 13. Ал, саған әкел. Хотя балаңа апарып бересің. Мынау жынды екен ғой? Тыңда мен малғын. Сен харам жолмен тапқан iPhone 13 маған керек емес. Кеше не істегендеріңді білем мен. Не істедіңіз? Дін дейсіңдер ма? Құранның қай жерін жазылған? Үкіметке қарсы халықты тона, дүкендердің бәрін қират, көліктердің бәрін өртеңдер деген айтсай? Өрт сөндіруге келген пожарныйлардың не кінәсі бар? Қолында қаруы жоқ, жас сарбаздардың не кінәсі бар? Ішінде науқасы бар, скорыйдың не кінәсі бар? Сен ойынша осы ма? Бейбіт шеру дегенің? Қойш болды, жіберші. Жылдызма сен, жібер. Біз бұлай болады деп ойладық па? Досын деп жүрсің. Мен де ақмақпын саған телефоннан келген. Түсінбейсің адамдарды. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Я жылдыз мөр, осы? Аяп бергенім сержан, сіз боласыз ба? Иә, мен болам. Тыныштық па, не болды? Егенбердиева Айзере Талғат қызы, полиция майор. Сіз 5 қаңтар күні сағат 17:00 мен түнгі сағат 4-тің арасында қайда болдыңыз? Мен сұрап тұрсыз ба? Иә, сізден.
Ол кезде сіз қызық сұрақ қойды екенсіз. Ол кезде мен қайда боламын? Үйде бала шағам жанында жаттым. Сержант, Бір түсініспеушілік болып тұр ау. ал мына суреттегі сіз ба? Жоқ, бұл мен емес, бұл маған ұқсайтын біреу шығар. Мен үйде болсам қалай мен суреттегі мен боламын? Жолдас майор. Ал мына заттар сіздің заттарыңыз ба? Мына заттар сіздің заттарыңыз ба? Иә, менікі. Тәркілеңдер. Жоқ, бұл менікі болғанда кеше сатып алған мен бұлар. Кредитке алғам. AirPods. iPhone 13. iPhone 12. iPad. Мүмкін келісерміз, а? Сержант, алып жүріңдер. Қайда? Жігіттер, қайда апарасыңдар мен? Аллаға шүкір. Алло? Алло, аға, алло. Қуаныш, Иә. сендерге көп рахмет. Не үшін аға? Мен сендер жақсы көрем. Біз де жақсы көреміз. Аға, жұмыстан кейін тез үйге жетіңіз. Айсұлу бірінші рет торт пісірді. Иісі деген керемет. Шай қойып, тамақ пісіріп қоямыз. Алло, аға, алло. Ой, жандарым сол. Болды, барам, менде жұмыс бітті. Қазір шығам. Жарайды. Бірінші, екінші. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз, жолдас майор. Жолдас майор, Айбек шықты. Көріп тұрмын. Дайындалыңдар. Дайынбыз. 1, 2, 3, кет. Кет. Ийінбердиева Айзере Талғатқызы, полиция майоры. Оспанов Қайрат Ержанұлы, сіз Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 255-256 бап бойынша тұтқындалдыңыз. Алып жүріңдер.